Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі өте керемет эскимо дайындаймыз. Құрамына ұн, сүт, қант, су май, жұмыртқа, қопсытқыш қажет. Жұмыртқамызға қантты қосып жақсылап араластырамыз. Сүтімізді қосамыз. Су майымызды қосамыз. Ұнымызға қопсытқышты қосып араластырып, сұйық қоспамызға қосамыз. Бір қалыпты қоюланғанша араластырып, формамызға қойып, духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Креміне қосатын заттарымыз суық болуы керек. Сливкимыз 33-35% болу керек және оған сахарный пудраны қосып, миксерімізді ақырындап күшін көбейте отырып араластырамыз. Қоюлана бастағанда творожный сырымызды қосамыз. Креміміздің дайын болғанын осылай білеміз. Коржигімізді суытып алып, осылай ұсақтап үгітеміз. Кремімізді қосып араластырамыз. Формамызға саламыз. Таяқшаларымызды орнатамыз. Бір қалыпты тегістеп, морозильникке 15-20 минутқа қоямыз. Шоколадымызды дайындаймыз. Мен Қазақстан шоколадын пайдаланамын. Оған сливкимізді қосып, микроволновкада 10 секунд сайын араластыра отырып ерітеміз. Эскимомызды формадан шығарып аламыз. Еріген шоколадымызды аздап суытып, эскимомызды толығымен матырып аламыз. Бетін өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады.
Дәмі өте керемет, жасап көріңіздер.